Ассаламу достар, баршаңызға сәлем. Бұл мен сіздермен тағы да әділет. Тағы да жүрілген көліктерді көруге келдік. Бүгін түсіреміз, жаңадан көліктер келіпті. Видеоролик ұнаса, соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, қалдырып кетсеңіздер, біз үшін үлкен мотивация. Сізден лайк, бізге кайф. Ендеше біз бастайық. Ал енді бірінші машинадан бастайтын болсақ, онда қызыл түсті Mazda екен, 1998 жылға 323 механикада, жүрілгені 251 мың километр, қозғалтқышының көлемі 1.3, бензинмен жүреді, бағасы 1 260 000 теңге. Арқасы мынандай. Көліктің боялған жерлері бар екен көрініп тұр. Келесі көлік бізде осы көлікті мен көрсетіп кеткен болатынмын. Mitsubishi Lancer әлі тұр. Қара түсті. Алдындағы тартқанына қарағанда, тартпасына қарағанда бұл көлік тартқан. Тағы да бір рет айта кетейін. Көлік туралы 2010 жылғы көлік. Mitsubishi Lancer автомат 133 000 километр жүрген. 2010 жылға 1.5 қозғалтқышының көлемі, бензинмен жүреді, бағасы 2 940 000 теңге. Біздегі келесі көлік Nissan Almera 2014 жылғы екен, қозғалтқышының көлемі 1.6, тек қана бензинмен жүреді. Салоннан 2014 жылы алынған екен, бір ғана қожайын. Бағасын 3 600 000 деп тұр екен, бірақ егер саудаласаңыздар, саудасы бар дейді. Егер кредитке алам десеңіздер де, ол вариантты да қарастырып жатыр екен. Көліктің жүргені шамамен 200 000 километр жүрген екен. Қожайынның айтуы бойынша кішігірім, кішкене вложение керек, көп емес. Хабарласып, номерін тастап кетеміз, соған хабарласып көрсеңіздер болады. Келесі көлікті тағы да көрсете кетейік. Nissan Almera автокөлігі 2000 жылғы екен, қозғалтқышының көлемі 1.6 автомат. Алдыңғы жетекті 405 000 километр жүрген, бензинмен жүреді екен, бағасы 2 290 000 теңге. Жылына қарамастан іші салоны сәлде осы жақсы деңгейде. Енді өзінің жасына. Ал келесі көлік, ерекше көлік, біздің көшелерде көп кездестіре бермейтін көлік бұл. Honda Civic. Hazır. Honda Civic автомат. 1.8 қозғалтқышының көлемі, бензинмен жүреді. 169 000 километр жүрген екен. Алдыңғы жетекті 2006 жылға, бағасы 2 980 000 теңге. Ішіне көрсеңіздер болады, ішін кішкене. Ручникті қарасаңыздар, кішкене ескіріп қалғаны көрінеді. Келесі көлік халықтың ортасында лиса болып танылған. Қателеспесем, көліктің пневмасы бар, сондықтан көлік жатып қалған. Қарап тұрсаңыз. Төмендігін көрсетейін. Бір телефон сыймайды. Сұр түсті екен, 99 жылға. S-класстар ғой бұлар енді. S-класстар 99 жылға. S320 автомат. Қозғалтқышының көлемі 3.2 бензинмен жүреді. Жүрілгені 515 000 километр. Артқы жетекті арты тартады. Бағасы 2 560 000 теңге екен. Іші кожадан жасалған. Достар, осыдан кейінгі поколенияға біз S221-ге 221 шанақты Mercedes S-классқа автообзор жасаған болатынбыз. Осы жерде қалдырып кетеміз.
осыған кіріп көрсеңіздер болады. Ол көліктің функциясы өте көп екен. Ал біз жалғастырамыз. Достар, мынандай Volkswagen Passat іздеп жүрген адамдар бар ма? Қара түсті екен. Жалпы 2011 жылғы 1.8 автомат, қозғалтқышының көлемі 1.8, бензинмен жүреді, жүрілгені 150 мың ғана километр жүрген екен. Бірақ ол аз деп те айтамайым, 150 мың километрді. Бағасы 4 миллион 140 мың теңге сұрап тұр екен. Ішіне назар аударатын болсақ, іші қатты ескірмеген. Электронный ручник, дисплей. Яғни 2011 жылғы көлік, жаңа көлік болып тұр. Келесі көлік бізде Lada Kalina. Ерекше түсті. Бұндай түсті көліктерді көп кездестіре бермейміз көшеде. Онда көліктің характеристика туралы айтатын болсақ, 2013 жылғы екен, 219 мың километр жүрген, 1.6 автомат, бензинмен жүреді тек қана, 2 миллион 390 мың теңге сұрап тұр екен. Іші велюрден жасалған. Үстінде рейлингтер бар екен. Ал достар, қазір мына көлікті түсіретін болсам, хлам, мына деп жазасыздар ғой, мусор, шрот деп. Бірақ сонда да мүмкін запчасти іздеп жатқан адамдар бар шығар. Көрейік көлікті. Audi 80. Қателеспесем, Audi кодық деп өтетін. Үлкендер. 91 жылғы екен. Механика 480 мың километр жүрген, 1.8, қозғалтқышының көлемі, бағасы 690 мың теңге. Ішінің жағдайы жаман емес. Оның арқасы салон режимі. Мынандай Renault Sandero Stepway деген көлік бар екен. Достар, осыдан алдыңғы шығарылымда Renault Sandero туралы тағы да бір көлік түсірген тұғымыз. Сатылымдағы қателеспесем 3 миллион теңге сұрап тұрған ол. Кіріп көрсеңіздер болады. Сілтемесін осы жерде тастап кетеміз. Ал көлік Sandero Stepway 2015 жылғы мынау көлік. Механика 114 мың километр жүрген, 1.6 бензин, алдыңғы жетекті, бағасы 4 миллион 460 мың теңге екен. Енді көлік жаңа екені көрініп тұр, бірақ 115 мың километр жүрген екен. Шынымды айтсам, мынандай көлікті бірінші рет көріп тұрмын. Өте сирек кездесетін көліктердің бірі шығар Қазақстандағы. Көліктің аты Saturn View екен моделі. 2003 жылғы автомат. 229 мың километр жүрген, қозғалтқышының көлемі 3.0, бензинмен жүреді, бағасы 2 миллион 260 мың теңге. Іші былғардан жасалған. Терезелерін ашатын, ол скоростың қасында орналасқан екен. Алдыңғы артқы терезелерін электрон. Арқасы мынандай. Енді кішігірім джип болып тұр ғой бұл. Мына көлікті алдында түсірген болатынмын. Көріп кетсеңіздер болады. 1 380 мың теңге сұрап тұр екен. Ал біз келесіне кеттік. Ал мынау көлік. Енді бұл көлікті көбісі шрот деп жазады, шынында сондай ескірген түріне қарасаң қатты ескірген көлік.
негізінде көбінесе запчастиге болады мынау бұл көліктер. 1994 жылғы екен. Nissan Primera механика 1.6 қозғалтқыштың көлемі бензинмен жүреді, 365 мың км жүрген екен. Алдыңғы жетекті бағасы 460 мың, 490 мың теңге. Тұрстарға. Шіріген жерлерін көрсетейін. Жалпы бұндай көліктер енді ескіріп қалды ғой. Астана қаласында орналасқандықтан да бұл көліктер қатты көп шірейді, көп деформацияға, көп коррозияға ұшырайды. Chevrolet Cruze көрсеңіздер болады. Қара түсті екен. 2011 жылғы 1.8 қозғалтқышының көлемі, автомат, 234 мың км жүрген шамамен. Алдыңғы жетекті тек қана бензинмен жүреді екен. Бағасы 3.320 мың теңге. Жалпы көліктің салонына қарайтын болсақ, кожадан жасалған. Жалпы 4 терезесі электрон түрде ашылады. Қара түсті Chevrolet Cruze. Ал келесі көлік бізде Toyota Corolla. Титановый диск тұр екен. Көрініп тұр ма? Кішкене түсін өзгертсең, кішкене көзге көрінбей қалыпты да. Егер түсті өзгертетін болсаң, вообще әдемі кетеді. Осы моделі маған ұнайды негізі. Осы кузовтағы Toyota Corolla себебі кішкене 40-ка 45-ка ұқсатып әдемілеп шығарылған. 2009 жылғы екен. Механикада 1.6 қозғалтқышының көлемі бензинмен жүреді, 296 мың км жүрген екен. Жалпы жетегі алдыңғы жетекті көлік. Алдыңғы екі терезесі ғана электронды түрде ашылады. Қалған артқа екеуі механикалық түрде ашылады екен терезелері. Мына Chevrolet Cruze'ді қарасаңыздар да болады. Жалпы бұл 2013 жылғы Chevrolet Cruze. Автомат. 1.8 қозғалтқышының көлемі 100 мың км жүрген екен. Яғни қатты көп жүрмеген. Көп көліктерге бұрын 100 мың км гарантия беретін тұғын. 100 мың. Яғни гарантиясынан шыққан кезде ғана сатқан көлікті. 2013 жылғы бағасы 4.390 мың теңге сұрап тұр екен. Ішіндегі салоны бұлғарда жасалған. Бұлғарыстың көрсеңіз болады, жағдайы жақсы сияқты. 4.390 мыңға. Ал ана жердегі көлік 3.300 мың. Қателеспесем. Бұл жердегі дисклерді титановый екен. Hyundai Accent сәл рестайлингте тұр ғой, бұдан кейінгісі. Ең бірінші шыққандар емес. Көлік 2015 жылғы механика 239 мың км жүрген екен. 1.6 қозғалтқышының көлемі бензинмен жүреді тек қана. Алдыңғы жетекті бағасы 4.220 мың теңге. Ішіне назар аударатын болсақ, бүйірден жасалған, іші қатты ескірмеген, тазалап, ішін барлығын тазалап қойған. 239 мың км жүрген өзінде іші жақсы сақталған екен. Бірақ моторын қаншалықты жақсы сақталғанын айта алмаймын өкінішке орай. Достар, егер қиын болмаса, біздің каналына дамуымызға көмектесу үшін WhatsApp-тан осыны жақындарыңызға, кластастар, достар, таныстар,
деген коллектив деген WhatsApp группаларына жіберіп жіберсеңіздер, біздің каналына дамуына үлкен үлес қосқан болатын едіңіздер. Ал, достар, осымен біздің шығарылым тәмамына жетті. Егер соңына дейін көрген болсаңыздар, сіздерге үлкен рахмет. Сондықтан осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.